Мен нөмір 19 жалпы орта білім беретін мектебінің 9 Б сынып оқушысы Тілеген Азиза. Менің жобамның тақырыбы жақсылық керуені. Жақсылық қыл қайтарымын күтпестен, пейілін кен, болмай ешкімді күптеткен. Су түбінде тастасан да бір ізгіс, бір күндері шығар алдың күткен сәт демекші. Біздің мектебімізде 8 А сынып оқушысы өте бақыт мүмкіндігі шектеулі оқушы бар. Бұл оқушы жүре алмайды, сөйлей алмайды. Ата-анасы 3 баланы тәрбиелеп отыр, жалғыз басты ана бір бөлмелі жалдамалы жатақханада тұрды. Бұны көрген жетекшісі Әлия Жақсылықына физика пәні мұғалімі Роза Ерланқызы екеуі Асар Уми қорынан көмек сұрап, 2 бөлмелі пәтер алып берген болатын. Адамның ең көркем ісі өзгеге жақсылық жасау. Қолынан келген істі әр қашанда жақсылыққа қорғау керек. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Өзгеге гүл сыйласаң, өз бағын жайқалады. Өзгеге мұң сыйласаң, күлкіңді тойтарады. Өмірде өзгермейтін заң бары байқалады. Бумеранг өмір бәрін өзіңе қайтарады. Жақсы адамдармен табысайықшы, жақсы амалдармен қауышайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Есімім Сүйсенғали Серікжанқызы. Асар менің Орал қаласы 1 өкілі еріктісімін. 2024 жылы 19 жалпы білім беретін мектептен өтініш түскен болатын. Өтеп бақыт қызымыздың жанұясы бойынша сынып жетекшісі Алия Жақсылық қызымен физика пәні мұғалімі Роза Ерланқызынан өтеп бақыттың отбасылық жағдайы барып өз көзімізбен көріп қайттық. Жалғыз басты ана 3 баламен өтеп бақыт өзі өте ақылды, зейіні ашық, жақсы оқушы екен. Отбасылық жағдайларына байланысты өздері бір бөлмелі жатақханада тұрады екен. Барып көріп қайттық. Және де қайырымдылық қорының атынан сол отбасыға көмек ретінде баспананың 2 бөлмелі пәтердің кілтін табыстаған болатынбыз. Жақсылық жасаудан ешқашан жалықпайық. Өте алғысымды осы мұғалімдерге арнағым келеді. Дабыл қағып, қыздың болашағын ойлап, алдағы өмірін жақсарту үшін осындай өтініш қалдырып, себепші болғандарыңызға көп рахмет. Мен 7 класс оқушысымын және 19 жалпы орта білім беретін мектеп оқушысымын және мен алғыс айтқым келіп тұр. Және мен апаммен, анамен жатақханада тұрдым. Сол апамның сынып жетекшісі 2 бөлмелі пәтер алып берді. Соған алғыс айтқым келіп тұр. Сізге көп рахмет. Өмірімдегі ең игі істердің бірі мұқтаж жандарға көмек көрсету.